Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге Pinduoduo сайтына карта номерімізді тіркеп үйренетін боламыз. Ең алдымен Pinduoduoға кіреміз, одан соң астындағы кнопканың 5-ші тұрған ең соңғысын басамыз. Одан жасылмен белгіленген жерді басамыз. Осылайынан ойланып, сөйтіп кіреді. Кірген кезде бізде осындай бет ашылады. Бұл жерде жоғарыда тұрғандардың барлығы Қытайдың өздерінің банк карталары. Бізге бұл жерде банк карталары керек емес. Ең астындағы виза деген жер керек. Осындағы астында карта номер жазатын жерге карта сыртындағы 16 номерді толықтай жазып шығамыз. Номерімізді жазып болған соң астындағы қызыл кнопканы басамыз. Осылайынан 2-3 секунд шамалы ойланып кіреді. Осындай бет ашылады. Бұл жерде ең жоғарғысында карта сыртындағы ат жөнімізді латын әрпімен жазамыз. Картамыздың жарамдылық мерзімін және картамыздың артындағы тұрған 3 санды жазатын боламыз. Міне менде толықтай енгіздім. Енді астындағы қызыл кнопканы басамыз. Бізде осындай бет ашылады. Бұл жерде біз өзіміз ұмытып қалмайтындай 6 санды енгізуіміз керек. Бұл сан бізге әр заказ берген сайын осы сан керек болады. Сондықтан ұмытып қалмайтын сан енгізу керек. Менде жылымды, ай, күнімді қойдым. 97, 11, 21 деп. Сіздер де осылай қойсаңыздар, ұмытып қалмауға тырысыңыздар. Осылайынан басқан кезде бізде өзі загрузка болып ойланып, біздің картамыз тіркеледі. Осылайынан бір картамыздың тіркелгенін білеміз. Бұл картаны тіркеу Android соткасында де, iPhone соткасында де, екеуінде де бірдей болады. Келесі кезекте Pinduoduo сайтына поиск бөлімін көрсетеміз сіздерге. Pinduoduo сайтына кіргенде жоғарыда тұрған поиск бөлімі, бұл жерге Қытай әрпімен жазу міндетті емес. Орысша жазып іздей беруге де болады. Орысша шрифтпен кез келген затты іздей берсеңіздер болады. Мен футболка деп жаздым. Осылайынан неше түрлі футболкалар шықты менде. Былайынан футболкалар шыққанда ең астындағы сандарға қараймыз. Ең бірінші мән беретініміз. Мысалы, мына жерде 851 деген 851 адам алды. Ал 1Б деген 1000 адам алды деген. Ал 10Б деген 10.000 адам алды деген сөз. Сондықтан көп продажа болған киімді алуға тырысамыз. Осы көк футболкаға кірдім. Ішіне кірген кезде қара белгі бұл бренд белгі деген және 100% деген белгісі бар. Осылайынан ең астында описание бөліміне өткен кезде мына жерде жасылмен көрсетілген 100% ХБ матадан деп көрсетіліп тұр. Бұл футболканың сапасының жақсы екенін көрсетіп тұр бізге қыздар. Зат таңдағанда осылай таңдап алсаңыздар болады. Мына жерде жасылмен көрсетілген бұл магазин. Үстін басып магазин ішіне кіруге болады. Мына магазин ішінде барлық заттар бренд, қара белгілері тұр. Барлығының сапасы жақсы сияқты. Осындай бренд магазиннен алсаңыздар, заттарыңыз әдемі болып шығады. Мына магазинге тіркелу, бұл жоғарыдағы плюс белгіні басамыз. Содан соң қызыл кнопканы басамыз. Біз енді осы магазинге тіркеліп алдық. Осылайша артқа шығып, мұнда тағы да жасылмен көрсетілген грузовик белгісі міне 19-48 сағаттың ішінде жеткіземіз дейді, және 2110 комментарий бар екен. Адамдардың барлығы өз пікірлерін қалдырған, суретке түсірген. Суреттің өзінде футболканың сапасы жақсы екені, тігістерінің де жақсы екені көрініп тұр. Осы енді мұнда қытайша жазылған, бұны скриншотқа түсіріп, переводчикке салып, аударып көрсеңіздер болады. Қыздар, мұнда жоғарыда
15 юан деп тұр футболканың бағасы, бірақ бұған алданбаймыз. Төмендегі қызыл кнопканы басамыз және өзімізге керекті түсін таңдаймыз. Астында өзіміздің размерімізді таңдаймыз. S, M, L размерлерде. Мына өзімнің L размерінде қойғанда жоғарыдағы бағасы 23,8 юан болды. Келесі поиск бөлімі бұл артқа шыққанда, мұнда жазатын жерді алып тастап, камера белгісі тұр. Сол жерді басқан кезде бізде осылай сурет қоятын жер шығады. Бірден суретмен іздесеңіздер камерамен де болады, или осылай фотосуретті қойып істеуге де болады. Мен де мұнда өзім суреттерінің арасынан кез келген бір суретті қоя салам. Мына Атомидің супный пастасы. Міне бұл да Қытай сайтынан шығып тұр. Бұл негізі Корей өнімі деп сатылып жатыр қазіргі кезде хит продажа, бірақ бұл да Қытайдың сайтынан шығып тұр. Осылайнан өздеріңізге керекті кез келген затты іздеп табуларыңызға болады, қыздар. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий жазып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге көптеген керекті деген мәліметтермен бөлісетін боламын. Және де осы видеоны өздеріңіздің Pinduoduo сайтымен енді айналысып жүрген құрбы таныстарыңыз болса, осы видеоны соларға жіберуіңізді сұраймын.